Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін біз Құран әліппесі сабағымыздың 15-ші сабағын өтеміз. Бисмилля, біз бастаймыз. Қыздар, қараңыздар, бұған дейінгі тақырыптарда біз мінекей өттік, жалпы Құран әліппесіне қатысты ережелерді. Енді біз бүгін толықтай тәжвид іліміне кіреміз. Яғни тәжвидке қатысты қағидаларды өтетін боламыз. Мінекей қараңыздар. Бүгін мынау 2 бетті өтеміз. Қысқаша ережелер, ешқандай да қиын емес. Одан кейін уже күніге мінекей бір тақырыптан алып отырамыз. Енді қараңыздар. Мына жерде жалпы тәжвид дегеніміз не? Тәжвид дегеніміз дыбыстардың анық айтылуын қадағалайтын белгілі ережелерді сақтай отырып, Құранның дұрыс оқылуын үйрететін ғылым. Яғни сіз мына тәжвидті оқып жатсыз ба, белгілі бір ғылымды меңгеріп жатырмын деп есептеңіз. Тәжвидті үйрену әрбір мұсылманға уәжіп. Өйткені әрбір мұсылман намазда Құраннан аят немесе сүре оқиды. Ал ол сүренің дұрыс болуы бізге міндет. Сондықтан сабақтың басында сіздерге видео жібердім, әріптердің қайталануы. Соны күнделікті қайталаңыздар деп айтатын себебім, хотя бір әріптен қате кетсеңіз де, сіз Құранның мағынасын өзгеріп кету қаупі бар да, сондықтан біз қадесіз оқып үйренуіміз керек. Оған мысал қараңыздар. Мына жерде син әріпі тұр, бұны оқыған кезде біз исмун деп оқимыз. Яғни есім деген мағынаны білдіреді ол. Исмун есім. Енді мына жерде сақау сә, бұл жерде сақау сә исмун күнә деген мағынаны білдіреді. Екеуі бірдей оқылатын секілді, бірақ мынау сә, мынау син. Бір әріптен мағына өзгереді, көрдіңіздер ғой. Немесе мына жерде қараңыздар. Холақо жаратты, Құранда кездесетін сөз. Халақо қысқартты. Көрдіңіздер ме? Бір хыға байланысты өзгеріп тұр. Сол секілді мән роқин дәрігер кім? Мәрроқ сорпа пісіруші. Қалай өзгеріп кетті, мағына. Енді қыздар қараңыздар, жаңа айттық қой, тәжвидті үйрену әрбір мұсылман үшін уәжіп деп. Оған дәлел Құраннан аят «Вараттилил Құр'ана тартилан». Яғни Құранды өте анықтап оқы. Мүззәммил сүресі 4-ші аят. Алла тағала бізге бұйрық райда айтып тұр. Демек біз ешқандай қатесіз оқуға тырысуымыз керек. Одан бөлек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде не деді? Сендердің ең хайырлыларың Құранды үйреніп, әрі оны өзгеге үйреткендерің деді. Сіз пока Құранды үйреніп жүргенде ойлай беріңіз, иншалла адамдардың хайырлыларының қатарынанмыз деп. Енді қыздар қараңыздар. Мына жақта тағы да бір тақырып, ол мәт деп аталады. Мәтті біз бұған дейін өттік. Мәт дегеніміз созу белгісі екендігінде түсіндік, Енді бұл жерде мәт деп, мінекей мынау белгіні айтамыз, қараңыздар. Мінекей мынада белгіні көріп тұрсыздар ма? Қызылмен белгіленген былай. Бір сызықша үстіге қарай, былайынан алиф секілді кеткен, өзі алифке ұқсайды. Сондай белгі келген кезде біз 2 секундқа созамыз және алиф бар секілді оқимыз. Мысалы, Ар-Рахман, Сирото, Малики, Залика. Көрдіңіздер ғой? Және де қараңыздар, өзі алифке ұқсайды. Осы белгі уаудың үстінде келеді және яйдың үстінде келеді. Бірақ уаудың үстінде келсе, уау оқылмай қалады. Тек мынау кішкентай алиф оқылады және 2 секундқа созылады. Яйдың үстінде де осы кішкентай алиф келсе, яй оқылмайды, үстіндегі кішкентай алиф оқылады, 2 секундқа созылып. Ол қалай? Закатун, әл-ғодату, әл-ғодауату деп оқып жүрмеңіздер, уау оқылмайды. Әл-ғодату, әс-солату, әл-хаяту, Муса, Тәрудо, яй оқылмайды. Аля, Тәзәккә. Көрдіңіздер ғой? Осы тақырып мінекей мынаған қатысты, кішкентай алиф белгісіне қатысты мәт. Яғни Құранда осындай белгі көрсеңіздер, алиф бар секілді оқисыздар. Уау мен яйдың үстінде келсе, уау мен яй оқылмайды, үстіндегі кішкене алиф оқылады. Және ол 2 секунд мөлшерінде созылады.
қыздар, жанағы мәтке қатысты Құраннан тағы да бір мысал көрсете кетейін. Бисмилля. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Фатиха сүресінен мысал келтірейін. Ол кез келген сүреде кездеседі. Жақсы ма? Қараңыздар. Міне, жаңағыдай белгі тұр. Кішкентай алиф белгісі көрдіңіздер ме? Демек біз оны қалай оқимыз? 2 секундқа созамыз. Мысалы, бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Я? Мінекей жаңағы ар-рахман деген сөзде. Малики. Көрдіңіздер ғой? Так, тағы да. Мінекей әс-сирото. Міне осындай белгімен келеді Құранда. Ешқандай қорықпаңыздар, өзгеріп кетеді деп, вот осылай. Түсінікті ғой? Ал сәттілік қыздар.